Психолог досым мынандай бір сұрақ қойды. Базарбай, соңғы кезде дейді, оқушылар бұрынғыдай партаға сызу сызатын жаман әдетті бағалайды дейді. Шынымен де мен ойлап еттім. Өткен өміріме көз жүгіртсем шынымен кезде біз оқушы кезімізде партаға сызатын едік. Тіпті университетте жүрген кезде партаның бетін арқылы немесе ескерткіштерді тіпті соған зерттеу керек деп қалжың өлең шығардық. Сонда менде мынандай түйін келді. Өзгеріс бар жерде жауапкершілік болатын сияқты. Мен дұрыс айтып тұрмын ба, жоқ әлде қате айттым ба? Пікірлеріңіз қалай жасап келді? Жоқ, дұрыс. Дұрыс па? Міне, бүгінгі сабағымыз оқу сауаттылығы, бұл да білім саласына келген үлкен өзгеріс әкелді. Бұнда бір ерекше бір мән беретін жағдай бар. Біз оқу сауаттылығы арқылы мектептегі оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытып жатырмыз. Орыс жайында мұғалімдер үлкен еңбектер атқаруда. Ал енді бір ескеретін жағдай, біз жалпы функционалдық сауаттылықты қалыптастырып жатқан жоқпыз. Оқу сауаттылығы болмайды. Ал мектептегі оқушылар оқу сауаттылығының қиын екендігін айтып жатыр. Енді неге қиын болды? Жалпы оқу сауаттылығы қалай келді? Осы мәселе Қазақстанда 2000 жылы үлкен мәселе болып көтерілді. Көтерілуге негізгі себеп біз мына ғарыштық кеңістікте Ресеймен өзімізді салыстырып жатырмыз. 2000 жылы Ресей халықаралық білім сынағынан өтпей қалды. Сонда қазақстандық ғалымдар осыған дабыл қақты. Неге өтпей қалды? Өйткені пәндердің арасынан байланыс болмай қалды. Сіздердің назарларыңызға кішкене экрандарды қолданып жүрді. Міне, Ресейдің соңғы 4 жылдағы тапсырған результатын көрсетіп отыр. 2000 жылы қатысқан елдердің саны 32, Ресейдің көрсеткен көрсеткіші 29 орында. Ал 2009 жылы жалпы 65 мемлекет қатысты, оның 43 орында қалды. Сондағы бағанағы айтып отқан нәрсе бізде пәнаралық байланыс жоқтығы. Бұны Ресей ғалымдары мойындады, оны Қазақстан ғалымдары айтып отыр. Ал бізде Қазақстан соңғы жылдарда тапсырған көрсеткіші 2009 жылы 65 мемлекет қатысты, Қазақстан 59 орында қалды. Ал 2012 жылы 61 орында алды, онда да 59 орында алды. Енді жалпы ой тастады. Бұл не? Оның кінәсін қайдан іздейміз? Жаңа қояшы. Жалпы шындық біреу, тұжырым әртүрлі ғой. Тұжырымдап қойшы өзімізше ойланса. Мына картинаға қарап қандай тұжырым айтар едіңіздер? Жалпы ойыңыз. Міне осы бағытта біз оқу сауаттылығы оқу құрамын жазып шықтық. Республика деңгейінде авторлық бағдарлама ретінде қорғалды. Және өзінде ұлттық тест орталығында жұмыс істеймін. Осындағы жалпы біз Қазақстан бойынша 70-80 адам бармыз. Жамбыл облысынан 3-4 адамбыз. Жылдарда біз осы ұлттық тест орталығының базасындағы оқу сауаттылықтарды жаңартып тұрмыз. Келесі мәтінге Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша сауаттылықтың 10 жылдығы аталып өтеді. Міне оқу сауаттылығының қажеттілігі. Екіншіден, әлемдік денсаулық ұйымы ұлттардың көрсеткішінің 12 факторының біреуін осы оқу сауаттылық деп қарайды екен. 12 факторының біреуі осы оқу сауаттылығы. Екінші, Біріккен ұлттар ұйымы адамның өмір сүру ұзақтығы мен оқу сауаттылығын бір деңгейде қарайтынын көрсетті. Халықаралық валюта қорының есебі бойынша елдің оқу сауаттылығы, функционалдық сауаттылығы 40%-нан асқан кезде елдің экономикасы дамиды деген шешім. Міне, бүгінгі оқу сауаттылығының. Құрметті әріптестер, енді сіздердің назарларыңызда мен өзім тәжірибеде жиі қолданып жүрген мәтін бар. Мәтіндер жалпы екіге бөлінеді. Толық емес мәтіндер, жалпы толық мәтіндер.
Оқушыларды дайындау барысында толық мәтіндермен жиі жұмыс істеу оқушыларға шаңықтырады. Біз сол кезде толық емес мәтіндерді пайдаланамыз. Әріптестер, мына суретті сіздерге таныс ба? Таныс, иә? Біз өмірде күнделікті пайдаланып жүрміз. Осындағы кез келген таңбаға мұқият зер салыңыздаршы. Қазір сізге осы сұрақ қоямыз. Өйткені күнделікті қолданып жүрміз. Зер салып қой. Келесі, екінші беті. Банкомат қандай жағдайда жарамсыз болып табылады? Зер салдыңыздар ма? Иесіні пайдаланбауысыз, иесінің растамауысыз, иесіні қолданбауысыз. Жақсы. Банкомат арқылы қандай жағдайда бонусқа ие болуға болады? Кинотеатрға билет алғанда, темір жолға билет алғанда, іс-сапарға билет. Темір жолға? О, бағдарламасының серіктесі. Жақсы. Келесі сұрақ. Банкоматта неше банкомат нөмірде қанша саны? 16. Банкомат қай уақытта деп жарамды? Банкомат арқылы қанша зат пайдалану арқылы бонусқа ие болады? Мынандай сөздер тұрған жоқ. Ona basan. Жарамды уақытта. Дұрыс айтасыздар. Қанша сағат екен? Бұл бағдарламасының серіктесі жаңа жерде тұр. Енді құрметті әріптестер, енді ары қарай мына күнделікті біз пайдаланып жүрген ақша. Жақсылық қарауға енді қандай жүрмеңіздер. Мұқият есте сақтаңыздар. Біздің осы жерде функционалды сауаттылығы шарты. Біз қанша функционалды сауаттылық? Есте сақтадыңыздар ғой? Болды ғой? Аға, жылжиын. Екінші рет ақша бар. Жалпы таныс ғой, түскіндегі байлап жүрміз ғой. Жылжиын. Тағы екі жолдар бар? Заңмен не себепті қолданылады? Заңсыз қарағаны үшін. Бас шығарғаны үшін. Мүмкін логика бар. Жоқ, если бас... Мүмкін қолдар жасаған үшін шығар. Банкоматта Алматы қаласының қандай ғимараты берген? Қазақстан экспедициясы. Қазақстан экспедициясы. Қазақстан қонағы, иә. Жақсы. Мүмкін Алматы қонағы шығар. Жоқ, ол Қазақстан қонағы бұрыннан. Иә? Алматы қонағы екен. Қазақстан ағай ол. Қошқар байыптан директор болып отыратын. Қазақстан қонағы ағай ол. Сложно мен деп қисаңыз. Бұл жерде сұрақ қойды ма мына беттен? Осы емес пе? Енді Астанада қандай ғимаратта жатып қойды ма? Бұл әншейін ескерткіш. Біздегі мына ескерткіш. Логика.